Салем арна көрермендері, қазақша тілді арнасында мұны үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Кремль Ресейді терроризмнің демеушісі деп таныған Еуропарламенттің шешімін жүрекке жақын қабылдамайтынын мәлімдеді. Бұл туралы Путиннің баспасөз хатшысы Песков Россия 1 телеарнасының Москва Кремль Путин бағдарламасына берген сұхбатында айтты деп жазды Адырна ұлттық порталы. Әрине, соңғы жылдары Еуропарламенттің бізге деген ерекше сүйіспеншілігі болмағаны біз үшін құпия емес. Бұған жауап ретінде бізде ол жерде болып жатқан оқиғаларды есепке алуға аса құлшыныс танытпадық. Ресейге деген жек көрушілік пен ашықтан ашық русофобия тым асқынған жағдайда жүрекке жақын қабылдамадық десек болады. Бірақ оның заңды күші жоқ. Оған осылай қарау керек деді Песков. Оның айтуынша Еуропарламент өз жұмысын эмоционалды көзқарасқа негіздейді. Ал эмоциялар бұл құбылмалы мәселе. Бүгін русофобиялық, ертең тағы да басқалары болады. Содан кейін мүмкін көздері ашылар, дейді Путиннің баспасөз хатшысы.